Енем жатып қалды төсекте. Күнде барам тамақ, шайын апарып берем, бірақ қалай орнына келеді. Солай аузына келгенін айтып үйінен қуып бастайды. Солай бармай қояйын десем, тегі ниетім жібермейді дейді. Сен де үміт қыласың жақсылығыңа. Сен де жақсылығыңа үміт қыласың. Мысалы, жақсылығыңа үміт қылсаң, солай бола береді. Сен жақсылығыңа үміт қылма, рахмет, спасибо дегенді үміт қылма. Сен бере бер, жақсылығын жасай бер, тамағыңды. Ол сөйлесе өз үшін сөйлейді, өз жауап береді. Мына адамның істеген жақсылығы қабыл ма, қабыл емес пе Құдайдың алдына? Мысалы, любой жақсылықты алыңыздар, бәріңіз сол жақсылығым қабыл ма, жақта қабыл емес пе деген сұраққа жауапты тапқыларыңыз келсе, сен істеген жақсылығыңа сол істеген адамың саған жамандық жасайды. Яғни, сен жақсылық жасайсың, содан кейін ол саған жамандық жасайды. Жаман сөз айтады, нәрсе айтады. Сол кезде сізде реніш пайда болады. Қап бекер жасаған екен. Осы адамға жақсылық жақпайды бұларға. Осы енем мұң болған деп бүкіл әлемге жариялайсың, достарыңа, подружкаларыңа айтасың. Жақсылығың сонымен кетеді. Сіз үміт етпеңіз, ийяка нағбуду ва ийяка настаин. Саған ғана құлшылық қылам, я Алла. Сауап құлшылықтың бір түрі, сіздің жасаған құлшылық ол. Сенен ғана жәрдем тілеймін. Болды, Алладан ғана үміт етесің. Өзі атаң қазақ формуланы баяғыда беріп қойған. Сол үшін айтамыз ғой, адамнан үміт еткеннің бүйірі шығады, семіресің, күшті боласың, салмақ қосасың. Ал Құдай адамнан үміт еткеннің көзің ағады, жылайсың, саған жақсылық жақпайды екен деп күпірлік айтасың, саған істегенше итке істеуің керек еді деп айтасың, сен вообще жаман айтасың, оның баласын жек көресің, осыдан қай бір бала туар едім дейсің, сөмен ар жағы бұзылады. Санама. Ұстаз тағы басталды. Енем мені кінәлап келді, дуалап жатсың деді. Енді жеті қойдың қызыма тиісетін болды. Шешең екең дуалайсыңдар деді де. Дуаның халал түрі бар. Халал түрі бар. Қазір бәрі халал дегенді қосып қойдық қой. Халал деп. Халал дуалау бар. Қалай десе? Күлсең бүйтіп. Дуалау. Енең сөйтіп айтса дуалайсың десе, күле бер, болды. Дуаға дуа жауап бересің. Не қыласың онымен ерегісіп? Ақштамын ұстазы. Чикагодасың ба? Жақсы? Рахмет сізге. Сізден кішкене болсын поддержка алам. Берілмеу үшін. Қиын екен бұл жерде. Жына әкеші дос жоқ. Құдайым, мен сіздің эфиріңіз бар, шүкір дейді. Так, сендерде қазір кеш батып жатыр ғой. 12 сағат, иә. Чикагода Дәулет деген бауырымыз бар. Мен атымнан барсам, ол кісі қолынан келгенше көмек береді. Мен атыммен айта бер, ол жақсы көреді. Сол жерде қазақ комитеті құрап жүрген жігіт. Орынбасар деген жігітті жақсы білемін, алтын жігіттеріміз біздің. Так, Бауыржан бар, ол жерде Чикагода. Барсаң жәрдем береді. Бірақ өзіңдей жұмыс істе, иә. Ол Америка деген сондай мемлекет, ол байитын адамды көтеріп жібереді емес, ол жұмыс істейтін мемлекет. Кәдімгі тоқтаусыз. Біздің ана көп адам ойлайды, Америкаға барсам байып кетемін. Жоқ, бір емес, екі емес, 3 жерде жұмыс істейсің. Өліп, талып, мұрның қадалып, сөйтіп жұмыс істейсің, сөйтсең қолыңа бір нәрсе тиеді. Ол сондай мемлекет. Ол қарап отырып, қыдыратын мемлекет емес ол. Ол бізде де солай болу керек. Біз кішкене еркіндікке жіберіп алдық та барлығын. Бәрін жаңағы еркінсіген сайын адам құтыра береді солай өзі. Ескі киіммен машина жуса бола ма дейді. Енеңдікімен жума, қайнатаңдікімен жума, күйеуіңдікін желательно көрсетпей жу, жусаң өзіңдікімен жу. Бірақ іш киіммен жума, болды. Киімді де жуғанда да қиып көрсетпейтін еғіп жу. Мысық туралы айтасыз ба дейді. Мысық туралы айтып, мысық не керек саған? Мысық баққың келе ма? Баға бер. Мысықпен сүйіспе. Мысықпен мырылдасып доспын ма? Үйде жүрсе жүре берсін. Бірақ ол да проблема да. Жүні түседі, басқа қылады, вискашейм дейді, анау дейді, мынау дейді. Солай. Қарыздан құтылу үшін Жүніс пайғамбардың зікірін айтасың бола ма? Кімдікін айтсаң, оныңкін айт, әйтеуір қарыздан құтылушы айналайын. Жүністікін айтасың ба, Юнустікін айтасың ба, жоқ, Зұлқарнайындікін айтасың ба, Ескендірдікін қоса айтасың ба, қайсыныкін айтсаң, оныңкін айт, әйтеуір қарыздан құтылушы. Қарыздан құтыл айналайын. И плюс сол дұғаны оқып жата берме. Мен Құда қаласа қарыздан құтылам, бірақ жұмыс істемей жатып алып,
жүністің дұғасын оқысаң, қарыздың үстіне, кірген үстіне кіресің. Сен еңбек ет кішкене. Әрекет ет, сосын жүністікін оқы. Неше рет жаздым, оқымадыңыз. Қайта жаз, жаным, көрмей қалдым, кешірім сұраймын. Жадыра. Ораза ұстап жүріп, көтеріп қойса дейді. Ой. Так. Сен ораза ұстамай-ақ бір нәрсе істегенсіңдер ғой сендер. Жақсы, хорошо. Ораза ұстап жүріп, көтеріп қойса, ораза қарыз болып есептеле ме, или кешіріле ме, соны айтасыз ба? Ораза ұстап жүріп, көтергеннен кейін ашып жіберсең, ашық болса, ұстамасаң ораза, онда қарыз болады, конечно. Ол бала көтеру, аяқ ауыру болу оразадан құтқармайды. Қанша сұрақ қойдым дейді. Кешірім сұраймын, Лаура. Техас Далласта 2-3 жұмыс жасап жүрмін дейді. Үйді жинайды, жұмыс жасайды. Еңбекті байқұстар қарындастарымыз талайын білем, талып жұмыс дейді. Алла разы болсын. Тағы осыларға сөз сөйлейтіндерге таңғалам. Қазақтың қыздары аман болыңыздар, Алла береке берсін сіздерге. Қазақстан Республикасында көп тауарлардың сыртында халал деген знак жоқ қо. Неше кісілермен спорласып қалдық. Сыртында халал деген значок болмаса, жеуге болмайды дейді. Далбастай береді, жей бер. Суға халал деген знак керегі жоқ. Онсыз да халал су тағы не керек енді. Сол сияқты кейде бір қумайтын жерде қуатындар бар ғой бізде. Айтқым келгені мысықты оятпа. Пайғамбарымыз өсиет еткен дейді. Біреулер өз басым мысықты жақсы көрмеймін дейді. Мысықты оятып, не істейді бен, школға жібересің ба? Жатса жата берсін оны. Ана не ғой, шапан шетін жытты деген, Алла ашыды риуаят ол, жоқ ондай нәрсе. Бірақ енді жоқ болғанда мысыққа қамқоршылық, мысықтың жаңа пайғамбарымыз шапаны кесті деген әңгіме ғой. Негізі бұл тәрбие мақсатында айтамыз бұны, балаларды тәрбиелеу. Енді біз мысалы мысықты бүйтіп пышақпен кесіп тастамаймыз ғой. Біз бір тебеміз. Сол мысық байқұс айланып, сәл төмен түседі. Соны оятпа дегенде де біздікілер адамды да, мысықты да, атаны да, әжені де оятқан кезде таңқын келтіміз сұрап оятамыз. Біз нормально оятпаймыз ғой адамдарды. Бақырамыз, шошытамыз, шыңғырамыз. Біз адамды жай барып бітіп, ояту жоқ қой бізде. Сау адам жылдығы жібереміз ғой біз. Сол үшін соларға айтылған сөз. Әйел адам күйеуінің машинасының қай жерінде отырған дұрыс? Желательно отырмаған дұрыс. Миыңды жеп жібереді. Лучше енді отыратын мүмкіншілік болса, онда күйеуінің өзінен сұра. Қай жеріне отырайын деп сұра. Менен сұрама сен. Потому что күйеуің мен емес қой. Біреулер жыны келеді, алдына отырғысы келмейді. Сен алдына отырып алған кезде, оны ана жақтан көшеде қыздар көреді, сен еркегінің фонын бұзасың. Сосын артқа тығылып отырғаның жыз. Кейбіреулер артқа отырсаң, одан бері бақырады. Ана немене біреуді алып жүрсің ба, бір левый біреуді, сосын алдына отырып аласыз. Сондықтан өзінен ақылдасыңыз. Не отыра ма, басқа отыра ма, ана күйеу шешеді, күйеумен ақылдас. Бетіп майысып тұрасың, қайда тұрайын деп. Соны айтады өзі, содан сұра. Етік туралы, жауап берем, құдай қаласа. Екі жұмыста клининг, официант болып жұмыс жасаймын, аптасына 57 сағат дейді. Еще судьяға оқимын дейді. Супер қарындасым. Қиын болса да болашақта белімді мықты буады деп үміттенем. Сол Чикаго дейді. Тамаша қарындасым, бақытты бол. Судьяға оқисың Америкада. Супер. Қазақстанға келіп, судебный системаны сен кішкене реформалап сөйтші жан, сөйтші. Қайтыс болған кісіге қанша уақыт сайын қатын Құран түсіріп тұру керек дейді. Жағдайыңа байланысты. Төсегіме жатып алған мысықты тұрғызып жіберген ғой дейді. Мешітке кіргізуге рұқсат етілген жалғыз жануар деп дейді. Жоқ, мешітке кіргізгенде біз оған жаңағы пригласительный жазып бермейміз мысыққа. Кіріп келатса кіргізбейміз мешітке. Мешітке мысал мысық бүйтіп нормально кіріп келе жатады ғой мешітке бүйтіп күшті вообще. Біз есік жабамыз оған. Біз қош келдің мысеке деп күтіп алмаймыз мысықты. Мысыққа кіруге рұқсат екен деп есікті ашып тұрып, қош келдің братан демейміз ғой. Мысық кіргізбейміз біз мешітке. Болмайды мешітке. Енді баяғыда болған шығар, есік тесігі ашық мешіттерге кіре берген. Қазір біз мешіттің ішіне мысық кіргізбейміз.
кіргізбейміз. Әкесі балаларын іздемесе не істеу керек дейді. Ештеңе істемейсің. Сотқа бересің. Оны зорлап папағылай деп пен. Ақша керек болса, алиментке бересің. Ақша керек болмаса болды, не аласың? Онда барып қосылып ал. Оған емес, скорее всего, баланы емес, өзің сағынып отырсың, ол кетіп қалған байыңды. Өзің тиіп ал, қайттан барып болды. Тез бітеді. Ата-анамды қолыма алып қарап отырмын. Кенже қызымын дейді. Енді ол баласы мен әке-шешесі отырған жерге қалаған уақытында келе алмаймын дейді. Мен бір ауыз айтып кел деймін дейді. Енді ол баласы мен әке-шешем отырған жерге қалаған уақытында келе алмаймын дейді. Дұрыс келе алмайды ол. Әке-шешені қыз бағатын болса, тыңдап осы жерін. Әке-шешені қыз бағатын болса, онда ол қалаған уақытында әке-шешесіне келе алмайды. Дұрыс. Себебін айтайын неге екенін. Себебі ол қыздың күйеуі бөтен бір адамнан, бір ошақтың иесі ол. Ол бөтен біреу, күйеу бола болса да. Сол бөтен біреудің үйіне хабарсыз келе алмайсың сен. Сен келуіңде праваң жоқ. Ер азамат болып тұрып, әке-шешеңді сен бақпай, әке-шешеңнің күні қыздарыңа қарап қалатын болса, сол кезде сен қай бетіңмен келесің, бетсіз. Ренжімеңіз. Енді шындықты айту керек қой. Қыздың күніне қараған, ол жаман емес, тағдыры шығар, енді болды, қыз қарай береді. Қыз жақсы қарайды. Ана ұлдан да, қатыннан шығамаған баладан да жақсы қарайды. Сол қыздары аман болсын деп, сол қыздың қолына өтеді. Сол үшін айтамыз ғой, әйелің қыз туылса қайғырма, өкінбе, Құдай біледі. Жақсылықты ұлдан көресің ба, қыздан көресің ба, или вообще екеуінен көрмей кетесің ба, Құдай біледі әлі. Сондықтан қайғырмаңыздар.